Так, кеш жарық, жігіттер, қош келдіңдер. Кезекті ойын. Футбол сүйер нөмір 5 пакет. Бұл своя игра. Сендермен бүгінгі ойын жүргізетін мен Жандос, әдеттегідей. Қатысушылармен бүгінгі батылмен бір-бірімен батылға түсетін екі жігітпен таныс болайық. Бұл бізде бірінші Ұлан. Қай клуб? Қай жылдан? Барселона 2002-ден. Өте ерте екен. Нұржан? Кеш жарық, қалайсыздар? Мен Миланның фанатымын 2007-тен бері. 2007. Бәрекелді. Олай болса, енді бұл екі жігіт бір-бірімен ойнап жүр, ал бүгін арасына біреулер түсіп кетіп жүрген, енді бүгін нағыз шын мықтыны анықтайын деп отырық. Көрейік. Сонымен назарларыңда қазір пакет футбол сүйер деп атадық. Тақырыптар шығып жатыр. Бүгінгі ойында болатын тақырыптар. Бірінші кезең тақырыптарымен таныс болайық. Олар бізде КПЛ, Италия, қақпашылар, фотокарта, бомбардирлер, эмблема деген 6 тақырып. Және тақырыптарды түсіндіре кетейін. Нұржан, қалай? Көзіңе оттай басылып тұр ма? Италия. Италия дегеннен бірден күлдім ғой деймін. Сонымен КПЛ? Жақсы, КПЛ өзіміздің премьер-лигаға байланысты. Италия футболшыларына байланысты мәтін сұрақтар, қақпашыларға байланысты мәтін сұрақтар, фотокарта үйреншікті тақырып, сурет беріледі, бомбардирлер және эмблема. Барлығында сурет, мәтін. Жалпы Ұлан бастайды бүгінгі ойында. Бастайын ба? Баста. Фотокарта 50-ден бастайын. Фотокарта 50. Нұржан? Бір ма? Кім? Кимбер. Дәл солай. Кимбер. Негізі Аякс сапында, емес, қазір Арсенал сапында. Аякстан танимыз деп. Нұржан? Фотокарта 100-ді көрейік. Нұржан? Милан интересовать етіп, мынаны білем қазір. Шешко. Жақсы, Шешко. Фотокарта 150 көрейік. Фотокарта 150. Сурет ашылды ма? Бастым мен. Мен де бастым. Басты. Жақсы, мен де ашылмай қалды. Соған сұрауып қалмай. Ғалсақ болып кеттім ба, не болып кеттім? Фотокарта 200. Фотокарта 200. Нұржан, бірінші. Бірақ жауап бере ала ма? Көрейік. Кавани ұқсап кетті ма? Қандай бірдеңе? Дәмін жоқ. Уақыт? Ұлан? Сесар Навас. Дәл өзі. Рубинде ойнаған Сесар Навас. Ұлан? Фотокарта. Бітіретілік. Саябек Алматта. Дек қоясың ғой, ал. Қоздырып қойын арқаларыңды. Алдым оған төрт. Балтық теңізіне көрегім, Славян ба бір не болмын, атын білемем негіз. Ой, түрін біліп тұрмын, атын тұқып тұрмын. Лахадим. Сеферович, ой. Сеферович. Кеттік, Ұлан. Қақпашылар 50. Қақпашылар 50. Мәтін, өзінің карьерасын Франция біріншілігінде бастаған бұл Африкалық чемпиондар лигасын суперкубокты жеңіп алды, сонымен қатар 2 рет Англия кубогының финалисті атанды. Ұлан? Білмес па, Уйганның қартары Аль-Хапси.
Ол емес. Суперкубокты жеңіп. Хат секірақ алды емес па? Эдуард Менди. Анау Жазып қой, алын тексереміз. қақпашылар 100. Қақпашылар 100 кеттік. 2014 жылы әлем біріншілігінде Нидерланд құрамасының бірінші қақпашысы болып барды. Аякста ойнаған бұл қақпашы үшін Барселона 16 миллион төледі. Ұлан. Келесің. Дәл солай. Барселона это мой конек дейсің ғой. Кеттік. Ұлан. 150 қақпашылар. Қақпашылар 150. Ұзақ жылдар бойы өз құрамасының қосалқы ойыншысы болды. Кирай кеткен соң ғана негізгі құрамда шыға бастады. Андраш Шимон мен Кристиан Неметті сатып алған жерден 2006 жылы Ливерпуль алды. Қазір Германия кубогының мына жылғы жеңімпазы. 22. Кирай деген Венгрия ғой. Ватар есіме түсе алмай тұр да, сол Лейпцигтің ше. Қақпашылар 200. Қақпашылар 200. Бұл сұрақ құпиямен Нұржанға Нұржанға кетеді. Минимум Нұржан 250 аламын екен. Минимумды көреген да, Минскқа кетуге жалайын жоқ басынан. 2018 жылы әлем чемпионатында Данияға қарсы өткен пенальти сериясында соққы қайтарып, өз құрамасын келесі кезеңге алып шыққан еді. Алайда MVP Шмейхелге бұйырды. Жан? Таппадым ма? Жауап жоқ. Субачич. Даниямен қарап ойнап сол кезде. Ал Италияны көрейік енді. Жоқ, қақпашылар 250-ді бір көрейінші. Алып кетеріміз мүмкін. Мүмкін, алу керек. Европадағы карьерасын бұл бір клубтың 3-ші қақпашысы болудан басталды. Алайда ойын практикасы үшін Коринтианасқа жалға берілді. 2000 жылы осы клуб сапында клубтық әлем біріншілігін жеңіп алды. Бір жылдан кейін ол Чемпиондар лигасына бақсынып, кейіннен 2 мәрте жеңген қақпашы. Нұржан? Дида емес пе? Кім? Дида емес пе? Сол ғой. Келесі жылы Лига Чемпионов деген ойнап тұр, келесі жылы Милан алып еді деп. 2001-де. Так, Италияны көрейік 50. Италия 50. Оның шыққан тегі бразилиялық, танымал футболшылардың біреуінің әйелімен аттас. Жалпы құрамдағы бразилиялық деп айтса отырыр. Нұржан? Жоржиньо. Криштиану Роналдудың әйелі Жоржиньо. Италияны көрейік 100. Италия 100. Ол 99, 94, 98 жылғы үш әлем чемпионатына қатысып, үшеуінде де гол соққан жалғыз ойыншы және барлық жағдайда Италияда пенальтиден есе жіберген ескеріп, оны айтыңыз. Нұржан? Ма? Паджо. Италиян басып мен осып кетейін деп соңа. Так, Италия 150. Жігіттер таласпаңдар, бәріңе жетеді. Бұл ағайынды футболшылар 2000-2002 жылдар аралығында Парма сапында бірге доп тепкен. Кейін үлкені Интер сапына. Нұржан? Жоқ, фальстер істеп қойдым ма? Нұржанның осындай бар, иә. Инзаги дей салайыншы, ол емес бірақ. Интер сапына ауысты. Италиядағы карьерасын Ювентус серия Б-ға кеткенде ауыстыруға мәжбүр болды. Таптың атым екен. Ой, мене. Милито. Жоқ. Канаваро ғой, Иә? Канаваро ма? Иә. Канаваро. Ағасын көп біле бермейді екен көп адам. Бар екен, ағайындылар екен. Нұржан? Италияны көрейік енді, осы мен алда шығып алайық. 200. Италия 200 дейді. 2008 жылы Еврода Испанияға қарсы матчта пенальтиден гол соға алмады. Ал 2012 жылы топтық кезеңде Испания құрамасына гол соққан жалғыз ойыншы болды.
Так. Жалпы 2008-де Испания гол жібермеген. Бірақ пенальтиден саламады. Ди Натале. Балотелли деп айтып жіберді, дұрыс болып бастаған. Италия 2-0-ді көрейік енді. Соңғы бітірсек. Бұл футболшы өз карьерасында тек Милан сапында ойнаған. Футбол тарихындағы ең көп автогол авторы. Жалпы бір ғана сұрақ десе Ұлан? Коста Курта ма? Жоқ. Футбол тарихындағы ең көп автогол авторы. Барези емес. Барези. Барези. Так. Бомбардирлерді көрейік. Қойыла пока. Олағым келіп тұрған жоқ. Бомбардирлер 50. Ұлан жауап береді. Тек Ұлан тәуекелге бара ма? Әлбетте дейді. Барас. Граф Хваст Твенте және ПСВ футбол клубтарында доп тепкен осы футболшы Эридивизияның қазір ойнап жүрген бомбардирі. Дивизияның қазір ойнап жүрген бомбардир дей ма? Кім ол? Люк де Йонг? дұрыс. Дәл солай. Қазір ойнап жүр, қалғандары карьераларын аяқтағандар екен. Ұлан? Бомбардирлар 100. Бомбардирлар 100. Европа лигасының рекордын Пьер Эмери Абамянг бұзбай тұрып, бірінші орында болған кім? Так. Кім оны көрсеміз? Саябек алмады бұл сұрақты. Ларсон. Қиын. Мен ивелі жақтан іздеп отырмын. Айбекті алмапты. Парлан деп айтты, е. Сонымен Саябек арғарай бармады. КПЛ 50 ашылып жатыр бізде. КПЛ тарихындағы 2 пента чемпиондар. Алан? 5 реттен ғана алғандар ма? Иә, тек қана 5-тен. 7 саналмайды. Аспаған 5-тен, иә. Ертішпен Астана, Ертішпен Ақтөбе. Дәл солай. Қойыл 100. Қойыл 100. Кубоктың бомбардирлер тізімінде осы футболшы көш бастап тұр. Шахтер футбол клубының бас бапкері де болған. Ұлан? Синонченко. Конечно, дейсің. Кто же еще? Төлеу КПЛ. КПЛ 150. 2015 жылға дейін осы клубтар арасындағы текетіресте журналистер ел классикасы атап келді. Нұржан? Ақтөбе Тобыл шығар. Дәл солай. Матқалиев пен Смак. Иә. Қазір Қайрат пен Астана дейді енді. Біздер оны признавать етпейміз. Нұржан? Эмблема 50-ді көрейік. Клубты атаң. Ұлан? Миддлсбро. Жақсы. КПЛ 200. КПЛ 200. Нұржан жауап беру керек. КПЛ тарихында ең көп матч өткізген осы футболшы өзінің байырғы қарсыласымен көз түйістірді, бірақ директор ретінде. Екеуін айтуым керек пе мен? Біреуін. Лория мен Смаков. Лория Смаков. Жоқ. Басқалиев па? Жұмасқалиев. Айтып отырып қаламыз. Ең көп матч өткізген футболшы деп. Жұмасқалиев болсын. Деген сұрақтан таба беруге болатын еді. Екіншісі Смақовпен бірге Ақтөбе Тобыл ойнағанда баяғы ел классикасы деп исторический бір фото жасалған. Бомбардирлер 150 ашылды. Суреттегі X-ті. Яғни әр жылдағы, әр біріншіліктегі бомбардир. Лер тізімінен орын алған. Чемпионат ма? Иә. Уникал топта дей. Ұлан? Автогол. Бәсе кім уникал?
бір жеке. КПЛ 250. КПЛ 250. Бұл легионер биылғы маусымда Тобылға қарсы өткен матчта гол соғып, КПЛ тарихындағы 100 гол соққан кезекті легионер ойыншы болды. Нұржан? Па? Кім? Марин Томасов па? Дәл өзі. Мен Смақовты естіп қалдым ше. Нұржан? Эмблема жүзді көрейік. Нұржан бірінші. Лерма. Бұл пакет барынша дейсің ғой. Саған ыңғайланған екен бірінші кезеңі. Эмблема жүзді көрейік ал. Эмблема 150. Туф. Ұлан бірінші. Бохум. Бас. Бохум. Жақсы. Мен таппайтын едім. Ұлан. Эмблема. Эмблема ашылды ма? Ұлан бірінші екен. Эйбар. Бұл менікі дейсің ғой енді. Ла Лига бұл. Эмблема 250. Дәл шықса кез. Бұл бір тақырыптардың ішіндегі өзінің бағасына сай сұрақ. Орнына, позициясына. Мен рисковать етем. Иә. Локомотив қосайды. Нет. Тироль деген клуб. Сонымен екі сұрақ. Бомбардир кетті. Қазақстандық клубтардың бірінде ойнаған бұл футболшы Турция Суперлигасында 16-17 жылы үздік бомбардир болған. Еще Ресейде ойнады оны примерно. Ойнады онда да. Вагнер Лав. Батысқа да ойлап тұрдым, бірақ Маған рисковать ететін едімш. 58 жыл әлем чемпионатында 13 гол соғып, турнирдің абсолют рекордын қойған француз футболшысы. Папен. жоқ, Папен одан кейін ғой. 58 жыл дейді. Онда анау ғой. Білмеймін 58 жыл. Жюль Фонтен. Ой, Фонтен екен. Құрдымға кетті. Екінші кезең. Нече әлі бізде екі кезең бар, финал бар. Финал бар әлі. Австрия қиналып тұр біраз бізде. Австрияда бір қызық сұрақ бар. Бізде тақырыпты екінші кезеңде ұлан бастайды, ал оған дейін біз ұяшықтардың тақырыптарды түсіндіре кетейін. Сонымен қай клубта ойнадық? Қателеспесем, бұл жерде ойыншылардың аты жөні беріледі және олар ойнаған клубты атау керек. Нөмір 4, төртінші жейдені киген футболшылар туралы. Австрия жалпы футболы туралы. Стадион, біріншілік, құрама. Бұл бізде әрдайым жалпы алдағы ойындарға да құлақ қағыс, памятка дейді о қазақша ескертпе ма. Егер екі жақтан дефис болса, онда бұл сөздің ішіндегі қатар тұрған екі әріп. Қатар әлем біріншілігі жайында сұрақтар. Есеп қандай? Бұл жерде сурет беріледі. Матчтағы есепті және ұтқан команданы атау керек. Түсінікті ғой? Туды сұрап жүр. Мысалы, ту деген сияқты сөз болады ондайда. Иә. Тау деген жауап жатпайды мысалға. Себебі оның екі ортасында А бар. Бұлан сұрақ болса, сұрақ бар ма? Жоқ. Онда біз екінші кезеңді бастаймыз.
Есеп қандай? 100. Есеп қандай? 100. Нұржан? Мынау 12-нің финалында 4-0 деймін. Және жеңімпаз Испания жеңді финал. Испания 4-0 Италия. Дәл солай. Екеуіңе де ортақ тақырып болды негізі. Сонымен Нұржан? Қай клубта ойнадық 100? Қай клубта ойнадық 100? Виктор Линделев, Аксель Вицель. Нұржан? Бенфика. Дәл солай. Қай клубта ойнадық 150? Алекс Сандро, Луис Диаш, Нико Гонсалес, Винсан Абубакар. Уан. Порту. Дәл солай. Бенфика, Порту қатар келді екеуі. Есеп қандай? 150. Сендер байқамасаңдар онда енді мен байқамадым. Есеп қандай? 150. Уан. Италия, Германия 2-1. Жақсы. Так. Австрия 100-ді көрейікші. Австрия 100. Англияда АПЛ, ал Австрияда ш. Уан. Бундеслига. Дәл солай. Так. Австрия 150-ді көрейік. Ол 17 жасында кубоктық матчта Гройтер Фюртаға қарсы матчта дебют жасап, минут ішінде ассист беріп үлгерді. Бірнеше күннен кейін чемпионаттағы матчта Диего Контентаны алмастырған ол клуб сапындағы ең жас ойыншы атанды. Алаба. Жас защитниктер деп жатыр қой, соны кім бар еді? Кеттік. Уан. 200 Австрия. Австрия 200. Австрия құрамасының бомбардир көшін Тони Полстер бастап тұр. Екінші орындаш. Уан. Арнаутович па? Ойланыңдар ба? Солма. 250 Австрия. Австрия 250. Либенаур деген стадионның атауы бұрын Америкада министрлікте істеген осы кісінің атында болған. Жан. Шварценеггер. Так. Ту 100. Ту 100. Леганес сапында ойнап жүргенде Барселонадан келген ұсыныстан бас тарта алмай, өз қаражатына трансфердің бір бөлігін төлеген Барселона футбол клубының аңызы. Ту деген сонда қалай? Туды болу керек па ішінде сөз? Сөз болу керек. Брейтвейт па? Брейтвейт. Дәл өзі. Кеттік оған. Ту 150. Ойыншы өз карьерасын бельгиялық Беверінде орталық қорғаушыдан бастап жартылай тірек қорғаушына ауысты. Футболшы өз мансабында 6 түрлі лигада ойнаған. Соның ішінде ең көп матчты Манчестер Сити сапында өткізген. Яя Туре. Алу керек сұрақ еді мынау. Алан? Қатар 100. Қатар 100. Біріншіліктің алғашқы голын соққан және дубль жасаған осы футболшы. Алан? Эннер Валенсия. Жақсы.
Нұржан ойындасың ба? Ойындамын, иә. Қызым келіп кішкене Аха, жатыр. жақсы. Кеттік. Нөмір 400. Испания құрамасының жартылай орталық қорғаушылар арасындағы ассистент. Өзінің карьерасын Барселона сапында бастаған ол, кейін Нұржан Лига 1 дей ма? нөмір 4-ші жейде. Білмедім жауабын. Уақыт. Жауабын білмедім. Қателесіп кеттім. Бундеслига дегенді. Фабрегас. Фабрегас 4-ті дейді ғой. Олан? Елу. Қатар 150. Бірдей әріпке басталатын және дауыстылары бірдей осы екі құрама топтық кезеңде ұпай жинамады. Олан? Панама, Парагвай. Өкінішке қарай. Қатар және Канада. Бірақ жақсы вариант тоже. Иә. Олан? Нөмір 450. Нөмір 450. Бұл футболшы серия Адағы шетелдік азаматтар арасында ең көп матч өткізген ойыншы. Өз құрамасы мен клубның ұзақ уақыт бойы капитаны болған. Нұржан? Занетти. Дәл өзі. Так, қай клубта ойнадық? 200. Балде Кейта, Пол Гаскоин, Хуакин Корея, Самир Ханданович. Нұржан? Лацио ма? Дәл өзі. Антоныч, Лациода ойнады ма не? Е, Жеңіздің келген жоқ бол? Қай Қайқа. клубта ойнадық? Интерға? Интерға келдік деп тұрған жоқ қой, жалпы ойнаған. Жоқ, сол. Адель Рами, Эвер Банега, Патрик Клюйверт, Жуао Канселу. Канселодан қате болыпты, Валенсия екен ғой. Валенсия. Канселу қайда ойнамады дейсің ғой. Шо, тағы. 300. Лоран Блан, Джанлука Замбротта, Лилиан Тюрам. Нұржан? Ювентус. Лоран Блан. Онда болды ғой. Бір ғана вариант қалып тұр ғой. Олан? Барселона ма? Олан? Ту, 200. Ту 200. Нұржанға өтеді. Әр жылы Дунга, Александр Глеб, Красимир Балаков ойнаған клуб. Мен білем. Нұржан? Штутгарт. Білмедім я. Штутгарт. Тақырыпты У еді ғой. Нұржан? Келесі есеп қандай? 200 көрейік ал. Олан? Ливерпуль әмеу 7-0. Өткенде де осыны айттышы, бірақ мен алған статьяда ондай болмады. Мүмкін мен қателесуім де мүмкін. То есть Криш Паргезиде, по-моему, 5-0. 7-0 одан кейін сияқты. Нұржан? Нөмір 4-ті көрейік ал. Нөмір 4. Локомотив және ЦСКА сапында доп тепкен Европа біріншілігінің қола медалисі. Олан? Игнашевич. Европа біріншілігінің. Катар 200. Катар 200.
974 деген стадион атауы Катар елінің телефон кодын және осыны білдіреді. Катар ерекшелігі контейнер Жоқ. саны. Білмеймін осыны. Ой, прям дәл келеді ол деп телефон несімен деп тұр едім. Так, Ұлан, короче, Пауза. жоқ, мен қойдым. Бүйтіп жақындап отқан кезде, тек или жақын отқан кезде ше, бүйтіп жаңа біраз уақыт жақын отқанда, тек қана мына жерің түсіп жатыр да. Болды. Соны ондай мүмкіндік болса. Енді бұлай, Так. Сені қазір бір қарап жүрейін. Аха. Так, кеттік. Ұлан. Ту 250. 250. 16-17 жылғы Англия және 18-19 Европа лигасының жеңімпазы, қазір итальяндық клуб сапында 26 ойын өткізіп 6 рет гол соққан. Тақырып ту. Ту 16-шы Англияда кім алды? Челси. Лофтус-Чик. Нұржан қалай болып отыр жалпы? Жақсы. Туды бітіп тәй. Ту қиынға соғадыр кішкене. АПЛ-дағы бір клубпен аттас ресейлік бірінші лигада ойнайтын осы клуб 20 жылға дейін қала атауымен бірге жазылып келген. Нұржан? Арсенал болу керек. Нөмір 4 250. Нөмірі 4-250. Швейцариялық Базель сапында карьерасын бастаған бұл ойыншы кейін Севилья сапында Европа лигасын жеңіп алды. Зымыран лақап аты бар бұл футболшы кім? Оған? Ракитич. Ракитич. Катар 250. Катар 250. Қай құраманың бас бапкері болды? Қазір сурет шығады. Катарда ма? Иә. Пас берем да Мексика ма деп ойлаймын. Иран екен ғой. Иран. Есеп қандай 250? Оған? Арсенал рейтинг 7-5. Жақсы. 5-0 ұтылып отыр па? 4-0 болыпты. 4-0 ұтылып отыр. Есеп қандай 300? Оған? Астана Хик 4-3. Ұлан, контролды бассаң да жауап береді сияқты. Бас көрші қазір. Контрол. Кнопка. Мына жасыл жанып тұрғасын көрінбейді ау деймін. Давай таңда. Катар 300. Біріншіліктегі сұрмергендер тізімінде 3-ші орынды финалда бірдей позицияда ойнаған екі команданың ойыншылары бөліп тұр. Нұржан? Месси, Мбаппе ма? Олар 1 мен 2. Альварес және Жиру, екеуі де 9-шы номер. 4-ші номер 300. Испания және Барселона сапында 4-ші номерде ойнаған. Клуб және құрамада жартылай тірек қорғаушы позициясында ол УЕФА суперкубогын 91-92-де Еуропа біріншілігін ұлан. Гвардиола.
өзі. Және соңғы сұрақ. Қазақстан құрамасының бапкері Станислав Черчесов осы клубта өнер көрсеткен. Австрия тақырып. Жанпас. Бұл отсылка. Бір-біріне үшінші кезең. Вандар. Рандом. Футбол және сәттілік, тектес, бапкер деген цифра және сан деген 6 тақырыптан тұрады. Және үшінші кезеңде Нұржан бастайды. Вандар есімдерінде жауапта ван сөзі болу керек міндетті түрде. Есімдерінде ван бар адамдар. Рандом кез келген тақырыптан, әртүрлі тақырыптағы сұрақтар. Футбол және сәттілік. Сәттілікке қатысты, жалпы сәттілік тақырыбына қатысты сұрақтар. Футболдағы. Тектес, бұл бізде екі футболшының суреті беріледі, олардың тегі бірдей. Бапкер, бапкерлердің суреті беріледі, атын атау керек. Цифра және сан, бұл жерде цифраға және санға қатысты мәтін сұрақ, жауапта сан айтылу керек кейбір сұрақтарда. Және Нұржан ойынды бастайды. Тектесті көрейік, 150. Тектес 150. Нұржан. Йонг. Оған ұйықтап қалдың ба? Алаңдап қалдым. Алаңдап. Нұржан. Гол. Екеуміздің клубымызға қатысты. Кеттік анда. Иә, сондайлар көп болып отыр. Нұржан. Ей, ё-майо. Уақыт. Оған? Дембеле. Дембеле. Муса Дембеле. Так, Вандар 150. Вандар 150. АПЛ-ды жеңіп алған қарт ойыншылардың бірі. 8-9 жылғы маусымда 1311 деген. Оған? Вандер Сар. Вандер Сар. Мағжан алындар. Қарт ойыншы дегеннен басты ғой. Ары қарай. Не қыматшы. Оған? Рандом 150. Испаниялық Виго қаласынан шыққан осы клуб шотландиялық Селтикпен аттас. Нұржан? Сельта Виго ма? Или Сельта Виго ма солай? Сельта. Виго деген алып сөбіректі. Басылды. Бірақ Нұржан. Басылды, бірақ Нұржан тезірек. Нұржан? Контр басында просто жаңа. Тектес. Дөрей. Стилиан және Мартин Петровтар. Біреуін танысаң болғаны негіз. Сен тауы көргендер 2002-ден бастап футбол көрген. Кеттік Нұржан. Жирона сапына 500 мың евроға ауысқан. Биылғы жаңалықтарды қарап жүрсеңдер. Дони Ван де Бек. Енді ауысты айтпақсың. Енді 500 мың евро ауысқан. Анау баяғы тектес 300, Әкелмен баласымыз ба? Кімнің? Зуман Камара. СЖ-дағы защитник. Тектес аяқтап тұр енді. Таныс бір шық бар.
ой ондай мүмкүндүктер бек болгон сыяктуу. Женова. Чё там? Калбан деген баягы бар эди го я. Йо. Унутуп да калдык көтөрүн. Футбол және сәт. Анау Монакода ойнаганы более таанымалдыраак. Бул куттуктайбыз, Нуржан. Калай мен болып кеттім да түсінбедім. Тақырып сәттілік қой енді. Соған байланысты ай оңынан туылды. Ама Подарка. Подарка. Сәттілік. Тақырып сәттілік. сәт алайын тағы. 13-ші жылы Бейту Қарағандылық Шахтер командасына сәттілік әкеледі деп сенді. Нұржан? Құрбандық шалу. Құрбан шалу. Құрбан шалу. Нұржан? Рандом 200. Рандом 200. 16 жылға дейін Бразилия бірнеше рет финалда өнер көрсетсе де, осыдан алтын тақпады. Лан? Олимпиада. Олимпиада. Так. Футбол сәттілік 250. Қалама деп отырсың ба? Осының арқасында 68 жылы Италия құрамасы Европа біріншілігінің финалисті атанды. Лан? Монета лақтырды жеребе тастап. Жақсы. Италияны алып қойған. Сондайлар бар болған екен. Лан? Сон көптек сәттілік 300. Сәттілік 300. Осындай атауы бар клуб Кельнде, Дюссельдорфта, голландтық Ситтартта бар. Лан? Туна. Шайға тұрмайды. Алан? Аяқты тек сәттілікті. FIFA Гершом Коксты 19 ғасырда болған осының алғашқы авторы деп жазады. Тагол көрейінші. Тагол ма? Қарсылас командаға, в общем, удачно не істеген екен. Сложилось счет. Нұржан? Жоқ, Вандар 250. Вандар 250. Бұл футболшының жетесінде Джио деген жазба болды. Лан? Джованни Ван Бронхорст. Джованни Ван Бронхорст. Өте жақсы. Барса ғой, Барса. Так, рандом 250. Қақпашы Реал Мадрид түлегі және Валенсияның аңыз ойыншысы. Нұржан? 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 Мен Ванды ойлап отырмын ойымда. Өзім таңдап. Рандом ашылды. Соған отыр деп. Ванды көрек ал. 2001 екінші маусымда Марсель сапында доп тепкен бұл футболшы қорғаушы болғанына қарамастан командаластарымен салыстырғанда жиі гол соғып жүрді. Манчестер Сити сапындағы сәтсіз арендасына қарамастан кейін Бундеслигада өткізген 219 матчта 27 гол соққан. Тақырып Ван. Нұржан? Ван деп көрейінші. Қалай? Ван Бомель ма? Неге? Олан тағы да бас. Ван Бютен ба? Ван Бютен. Даниэль Ван Бютен. Баварияда ойнаған. Рандом 300. Рандом 300. Барлық бапкер ішінде тек Виторио Поццо ғана биткен. Либо осындай, либо биткен. Екі рет әлем чемпионатын жеңіп алған. Мен бұранда ерекше қабілеті бар ма деп тұрсам бір қандай. Рандом. Ерекше емес па?
Андай характеріне байланысты да андай. Рандом 350. Ойыншы ретінде 20 ғасырдағы ең үздік бельгиялық футболшы деп танылды және жаттықтырушы ретінде Бельгия құрамасын 94 жылы әлем чемпионатының финалына дейін жеткізді. Бұны Саябек сразу басқан ғой. Масқара деген сол. Мен де пас сразу бастым онда. Оған Лео Бен Хакер ма? Өсіп қой таратында. Пол Ван Химст. Бұл ана Ванға сыймай қалған. Маған тауып алды ма? Иә. Ванға сыймай қалған сұрақ еді. Ванды бітірейік. Фейнордпен 2002 жылы Еуропа лигасын жеңген, 10-шы жылы күміс жүлде алған бапкер. Бұнда қиналмады жігіт. 10-шы жылы күміс жүлде алған. Иә, Голландиямен. Иә, Алан. Вангал. Берт Ван Марвейк. Асты бізде. Соңғы екеу қапты ға. Бапкерден бастайық 150. Сурет беріледі. Алан. Мұханов. Ұйықтап қалдың ба? Бапкер 200. Алан. Отто Рехаген. Грецияны чемпион қылған дейсің, иә? Кайзерслаутернді чемпион болған еще. Иә, онда бар. 250 бапкер. Алан. Масудов. Иә, 300 бапкер. Алан. Шүнел Гүнеш. Қатеқте дейім емес. Карлуш Карваляль. Түркке ұқсап кетті ма? Солай дейді. Жан. Эктор бірдеңе ғой. Алдаймыз. Купер ғой. Супер. Байбетімен 2 рет па финалға шықтымыз болсы. Жан. Цифра және сан 150 кетті. Номер ма бұның? Иә. Алан. 11. 11. Пас беріп жібердің ау деймін, Жан. Пас болып барып сұрау керек бет номері ма? 200. Қайрат футбол клубына биыл осынша жыл. Білмеймін. Қанша еді? Ё-майо. Круглый сан ба? Круглый сан емес пе? 52 ме екен? 54. 54 болса 70 еді ғой, дұрыс. 54. Биыл премьер-лиганың алғашқы матчында осыған байланысты ең үлкен баннер шықты ғой. 250. Ой, бұл болашақтың сұрақтарын айтып қойдым ғой. Пеп Гвардиола Манчестер Ситиге дейін қанша команданы жаттықтырған, Нұржан? 1. Қанша? 1. Барселона Б. Дұрыс емес қой. Дұрыс емес, мен өзім таңданып отырмын да. Манчестер Ситиге дейін? Мен деген Барселона дейін деп тұрмын ғой. Айтсам болмай айттан. Ұлан басасың ба? Үлгермедің ба? Үлгермей қалдым ба? Йо, мен жауап. Ой, топасай. Кеттік 300. Қобыланды Батыр стадионы сыйымдылығының алғашқы 2 цифрасы. Ұлан? 14. Қанша? 14. Жоқ, мен басам да. Айты. 12 ма? Онда 12 онда. 13.
12 сектор. Отсылка ғой. Соңғы тур аясында кесте берілген 2005 болу керек. Осы төрттікте АПЛ-ға қайсысы қалды? АПЛ-да. Ұлан? Вест Бромвич. Чисто догадка дейсің ғой. Иә. Сонымен финалға да келіп жеттік. Финал бір сұрақтан тұрады бізде. Нұржанның бәсі түсінікті. Әлде қалай болады екен көрейік. Жігіттердің бәсін. Пасту керек па? Ал Ұланға ойланып түгу керек. Қорқай бар 2000-ға жер примерно 300-дай ма? Жай. Ничего нөлмен ұтылмайсың. Сонымен сұрақ. Европалық команданың жергілікті ойыншылары және жанкүйерлері сұқ саусақпен бас бармақты шығарып, өз клубтарының символикасын көрсетеді. Бұл клуб былтыр іріктеу кезеңінде біздің команданың біреуін тізе бүктірді. Қандай клуб? Сұқ саусақтайдан қайсысы еді? Указатель. Бас бармақ мынау, иә? Символикасын дегенде клуб эмблемасындағы нұсқа тұрмын. Көрініп тұр ма мен жауап берген? Иә. Сен жауабын өзі көріп тұрсың ба? Шықпай ма саған? Жоқ, шықпайды. Кім? Сонымен Нұржан, уақыт таяп қалды. Жауап берсең? Жауап жоқ болып тұр. Кетті өшіп өтір. Жібересің бірдей. Сонымен Нұржанның маңдай термен жинаған ұпайлары далаға кетті дейсің, нөлге айналды. Ал мынау дұрыс жауап. 160. Қайдан таптың Ұлан? Анау Легияның заңында олда тұрады, былтыр ордабасына жүреді ғой. Прям ордабасына ұшырған білгеннен кейін болды уже. Подтверждение ғой. Типа күмәндануың мүмкін да. Осы пакет, осы 5-ші пакет. Және бүгін батылдың жеңімпазы. Ұлан, құттықтаймыз. Нұржан екеуміз. Жеңді мойындаймыз. Ұлан чемпиондық қалай ойынға байланысты ойын қалай өтті деп бастаймыз да? Ойын қызық өтті, сұрақтар ұнады. Жаңа рубрика ту дегендер. Шот жақсы ұнады. Тренерлермен осып кетті ма, мен жағаш, негіз тренерлер тауып. Негізі онсыз да айырма көп болды. Екінші кезеңмен жақсы ойнадың ғой? Иә. Жалпы статистикада Ұлан 34 сұраққа жауап берген екенсің. Нұржан 22 сұраққа. Дұрыс жауап бергенбіз, иә? Иә, жалпы сонда 90 сұрақтың 56-сы ғана дұрыс жауап берілген. Жартысынан сәл көбі. Ол да не қоя?
саған ал жауап берген жақсы ғой негізі. Таппады деп. Маған негізі 70-20 жарайды. Жетсе жүреді. 70 или 80-20. Жаңа отырып оған қиын ба, жаңа соны өзі ұмытып қалдық қой, соны тапқан. Химст. Саябек мықты. Сайбек масқара, Бельгияны финалға апарған дегеннен кейін басты да. Химст дейді. Оның қарсыласы бар ма енді Саябекке? Ай, Мен жоқ. жүрменші. Просто бола алады. Просто пакетте мысалы химст сияқты сұрақтар болмау керек. В общем, не ба, таза дауысың жоқ сенің. Таза не болса, қазіргілер болса, алып кетуге болады негізі. Иә. Өткенде бізде 2-ші ма 3-ші пакет сондай еді ғой. Досы Есбол деген алып кетті сол. Нұржан сөйлеп жатыр ма? Дауысы шықпай жатыр ғой. Даусын басып тастап сөйлеп жатсың ба? Жоқ, шығып тұр ма даусың? Ең шығып тұр, иә. Енді шықты. Ойын қалай болды? Ойынға байланысты. Батыл қалай өтті? Что-то соңғы кездері фуд-квизді тащи алмай отырмын дұрыс. Барынша саған көмектестік, енді Италияны бердік. Тақырып қылып бердік. Оның бір-екеуін жылып кетті Италияның өзін. Канаварродан қателестің ғой. Асықтың. Асық қойдым, иә. Артынан бір жақта ойнады дегеннен кейін барып. Пауло Канавара деген, по-моему. Фабио сосын Пауло, иә. Пауло болды. Пауло. Арманец постоянно. Наполиде ойнаған білем әйтеуір сонысын. Сол ойын жақсы болды, негізі сұрақтар қызық. Әсіресе қай тақырып, қай сұрақ көңілде қалды, есте қалды. Маған фото суреттер жалпы жақсы ұнайды, өзіме фотокарта. Еске көріктер. Тирол есте қалды. Станислав Черчесов Тироль футбол клубында доп тепкен екен деп. Соны оқыған ма? Офицерде үйі бар ғой оның. Мен что-то Тойлов деп оқып отырдым. Черчесов. Жаңа соңғы ойында не деген, Гвардиола деген андай сұрақ деп тұрмын. Барселонаға дейін қанша не, Манчестер дегенде вообще оқып тұрған жоқпын. Гвардиоласы басып тұрады. Олан кнопканы басты да, бірақ басып қойдым деп ойладың ба дейм, Иә, басып қойдым деп ойладым. Просто анау ойында сары жанады ғой, соны өзіңді қарап отыру керек, мен бастым ба. Өзің бассаң сары жанады, бірінші бастым деген. Оранжевый ма, қызыл ма болады еще, иә. Бірінші бассаң сары болып тұрады, дұрыс жауап берсең жасыл болады. Алдыма негізі